Сәлем YouTube достар, бүгін сіздермен бал, соя соусы және карри қосылған тауықтың қанаттарын жасайтын боламыз. Бұл өте дәмді бір тағам. Жасап көріңіздер. Сонымен бізге бұл үшін керекті заттар тауықтың қанаттары 1 килограммдай, 2 ас қасығы бал, 5 ас қасығы соя соусы және 1 ас қасығы карри. Бұларды кеңдеу бір ыдысқа салып аламыз. Сосын жақсылап отырып араластырамыз. Үшеуі бір-бірімен жақсы араласқанға дейін араластырып аламыз. Осылайша тауықтың қанаттары үшін бір сос дайындап аламыз. Сонымен біздің сосымыз араласып дайын болды. Көріп тұрғандай сұйық бір сос болды. Енді пешіңізге қоятын қандай бір ыдыстың ішіне астына жабыспас үшін майлы қағаздарды салып алып, ішіне тауықтың қанаттарын салып алып, сосын сосымызды үстіне құямыз. Үстіне құйып, бұларды тауықтың қанаттарына жақсылап отырып сіңгенге дейін бір-бірімен араластырамыз. Сосын осылайша 15 минутқа егер қойып қойсаңыз, тіпті жақсы болады. Ал уақытыңыз жоқ болса, тура пешке салып пісірсаңыз да ештеңе етпейді. Бұл тауықтың қанаттарын жақсылап бір-біріне жабыспайтындай қылып, үстіне келмейтіндей қылып дізіп аламыз. Сосын алдын ала ысытылған 200 дәреже пеште 15 минутқа алдымен пісіріп аламыз. Сосын 15 минуттан кейін пештен шығарып, келесі бетін аударып, қайтадан пешімізге қоямыз. Осылайша 15-20 минутта негізі тауықтарыңыз пісіп дайын болады. Бұл негізі сіздің пешіңізге де байланысты уақыты ұзаруы немесе қысқаруы мүмкін. Жақсылап қарап отырып қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Сонымен біздің тауықтың қанаттары пісіп дайын болды. Бұны картоптың жанында немесе палаудың жанында қонақтарыңызға сыйласаңыз өте ұнайды деп ойлаймын. Астарыңыз дәмді болсын. Видеомызды көргендеріңіз үшін көп рахмет. Ұнаса лайк басуды, каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.